Әкеме хат. Марфуға Айтқожина. Айып етпей есіме алам бүгін, өтті ғой ерке тентек балаң күнің. Асауға бас білмейтін құрық салып, арқалатты бір үйдің тәмам жүгін. Бір жақсылық күтумен алыс күннен, зымыраған уақытпен жарыстым мен. Көре алмайды кей күншіл күлкімді де, көрмебем бақ таласып әлі ешкіммен. Үстінде жүріп келем ана жердің, балалық қай-қайларда қала бердің. Өшірсе де отымды өршеленем, келеді әке ұдайы жана бергім. Үйдемедің жан көке түздемедің, сағыныс тамшыларын тізбеледім. Үйреттің гүл біткенді мәпелеуге, үзе көрме жан ботам үзбе дедің. Жүрексінем сақадай үйірім тым, түйдіріп жал құйрығын жүйріктің. Ойна дедің жалында бауырын демес, сол сөздің кештеу барып сырын ұқтым. Жуылды 18-де жаспен жаным, садаға деушедің ғой баспен малың. Төніп келген қара құс іліп кетті, өмірдің аттатпай ақ баспалдағын. Өткен күн өзегіме жара салдың, қайсысыңды терістеп талас алдым. Көрінушен көзіме биік болып, қайғыдан әке сонда аласардың. Аласардың тағдырдың қорлауына, аласардың ой туғанай толмауына. Хатпенен мазаласам кешіре көр, бұл да бір өткен күннің толғауы да. Ойласам жастығымды жанады ішім, өмір-ай қуаныш көп азап ішің. Заңы ғой тағдырдың түсінемін, толғанып өту деген балаң үшін.